мұсылмандарға аш-шаянды жеуге бола ма? Көпшілік балық тектес теңіз өнімдерін жеуге рұқсат екенін біледі. Ал аш-шаянды жеуге бола ма? Бұл сұрақтың айналасында әртүрлі пікір қалыптасқан. Сол себепті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пәтуа бөлімінің шығарған үкімін ұсынуды жөн көрді. Алла тағала Құранда су жәндіктері туралы былай дейді: «Уа, мүміндер! Сендерге және жолаушыларға пайдалануларың үшін теңіздің жәндіктері мен тағамы халал етілді. Алла елшісі, теңіздің суы таза және оның өлексесі адал» деген. Ханафи мәзхабының ғұламалары Құран мен сүннетте аталған су жәндіктерін балық атауына жататын жәндіктер деп түсіндіреді. Яғни, өздігінен өліп, судың бетіне қалқып шыққан балықтан басқа кез келген балық тектестің өлісінде, тірісінде жеуге болады. Ал балық атауына жатпайтын краб, мидия, құрбақа, креветка, кальмар секілді жәндіктерді жеуге болмайды. Дегенмен тіл мамандары аш-шаянды балық тектес жәндіктердің бірі ретінде санайды. Осыны негізге ала отырып, кейбір ханафи ғалымдары аш-шаянды, яғни креветка, жеуге рұқсат етеді. Имам Рамли Нихаяту әл-Мухтаж кітабында, Шафиғи мазхабында бұл мәселе екіге бөліп қарастырылады. Бір, тек қана суда өмір сүретін, алайда жағаға шыққан жағдайда өмір сүре алмайтын жәндіктер. Оларды жеуге рұқсат етіледі. Екі, қос мекенді, яғни суда да, құрлықта да өмір сүре беретін жәндіктер. Олардың ішінде еті желінетін малға ұқсастарын бауыздалған жағдайда ғана жеуге рұқсат, ал еті желінбейтін жануарларға ұқсағандарды жеу харам болады. Шафиғи мазхабының көзқарасы бойынша құрбақа, тасбақа, краб және су жыланын жеуге рұқсат етілмейді делінген. Хамбали мәзхабының белгілі ғалымы Ибн Құдама әл-Муғни кітабында, су құстары, тасбақа, теңіз иті секілді құрлықта да өмір сүре алатын су жануарларын бауыздамай жеуге болмайды. Ал су шаяны, рак секілді қаны жоқ жәндіктерді бауыздамай-ақ жеуге рұқсат етіледі деп келтіреді. Үкім: теңіз жәндіктерінен балық және балық тектестерді ғана жеуге рұқсат етіледі. Аш-шаянды, креветка, жеуге рұқсат етіледі. Ал су шаян мен таңқы шаян, краб, балық тектес жәндікке жатпағандықтан, ханафи мәзхабында оны жеуге болмайды. Ал өзге мәзхабтарда жеуге рұқсат етілген. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.